Тарихи тамыры тереңге бойлаған әз Наурыз дана халқымызда қай кезде де еңсесі биік елдіктің, іргесі сөгілмес бірліктің, ырыс пен ынтымақтың мерекесі болып келген. Бұл күні күн мен түн теңеледі. Табиғатта, жер анада түлейді, жаңарады. Адамзаттың бойына қан жүгіріп, тал теректер бүршік жарады. Қазақтың сайын даласын қызыр баба кезіп, адамзат баласына құт береке, бақ дәулет сыйлайды. Да, действительно, Наурыз – это праздник весны, обновление природы, начало Нового года, новой жизни. Уже более 5000 лет Наурыз отмечают не только казахи, но и другие народности мира. Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления в городе Кызылорда также не осталась в стороне. В честь празднования Наурыз Мейрама во дворе школы организовали грандиозное мероприятие. Teams have prepared very well. In the first place, every Shamrat set white youth on the yard of the school, decorated them in a traditional style, prepared mouth-watering treats. Today will be musical numbers as well as green campaigning and other activities which will give to us an unforgettable memories. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы сіздерді тіршілік атаулын тірілтіп, табиғатты түлеткен, барша халықтың бауырластығына арқау болған ұлыстың ұлы күні Наурыз мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Сіздер еңбек ететін Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы бүгінгі Қазақстанның алтын ғасырында еліміздің интеллектуалдық әлеуетін өркендетуге, сыр өңіріндегі білім сапасының жан-жақ дамуына және ел тұтқасы білімді тұлға қалыптастыруда көшбасшы білім ордасына айналарына кәміл сенемін. Алдағы уақытта да бай тәжірибелеріңіз бен қажыр қайраттарыңызды тәуелсіз еліміздің өркендеуіне жұмсап, парасатты парыздарыңызды абыроймен атқара берулеріңізге тілектеспін. Еліміздің жарқын болашағына бағытталған іргелістеріңізге толағай табыс, өздеріңізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, отбасыларыңызға бақ береке тілеймін. Игі тілекпен Қызылорда қаласының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев. Көздеріңе ғашық маңғыр шашқан, алыстарға жетелі еремен, сені ғана бақыт деп сенемен еркен. Арманымда ялдағы, ақшуақтай таңдағы, аялай бер арманым, аялай бер, сандуғаштар жырлаған. Два сына выступают на этом празднике. Один поет, другой будет танцевать. Конечно, я очень довольна, что мы дети поступили в эту школу, потому что эта школа дает большие возможности для детей, для их развития. Они у меня развиваются очень хорошо, свободно владеют казахским, русским, владеют свободным владением английского языка.
и изучение всех предметов очень углублено, разностороннее и что способствует развитию детей. Наурыз мейрамы всегда сопровождалась массовыми играми, традиционными скачками, развлечениями. Сегодня ассоциация «Шанурак» попытается передать все традиции и обычаи этого праздника. Добро пожаловать в этноаул! Айналайын ағайын, той басталды келіңіз, ықылас қып ниет қып көппен бірге еніңіз. Қазақ атты елімнің құдыретін тануға, ұрпағыңның жасаған ұлы тойын көріңіз. Шанурак Жангужа-Батыр специально для праздника Наурыз подготовили различные подделки из различных материалов, из дерева, из ткани, из ракушки, из бисера. Мы хотим, чтобы вырученные с этой выставки деньги пошли детям с ограниченными возможностями. Таким образом, мы хотели бы их поддержать. Всего наша школа взяла под опеку 14 ребят с ограниченными возможностями. Мы планируем посещать школьников, обучающихся на дому, проводить там совместные мероприятия, игры. Бүгін керемет іс-шара болды. Қыздар, ұлдар бәрі ән салып береді. Мен бұл жаққа тағы келгім келеді. Өте әдемі күшті мерекелік концерт болды. Маған қатты ұнады. Тәлімін қаныменен қалдырған, қазынасы халқымның балдан дәкеттай батырған. Көзегесін елімнің көңілімен көгертіп, қасіреттің қамалын қасиетпен алдырған. Төрле қош келдің, ұлыс күнім төріме, жерекеңі кең тыныс, ала келдің жеріме. Құт береке ырысты дарытқалы келдің сен, ала келдің бейбіт күн, тыныштығын беріме. Мы решили объединить родителей, детей и учителей как единая семья, чтобы мы все отпраздновали этот праздник. Особенность Назарбаев интеллектуальных школ в том, что наши классы объединяются, учащиеся старших классов и младших классов, в единый Шанурак. 7-е с 9 классами, 11-е с 8 классами. Это для того, чтобы была преемственность. Старшие классы опекали младших, и младшие учились у старшеклассников. There is no Nauruz celebration without sport competitions. Tug of war, Kazakhstan Kures, and many other sport activities are organized for everyone today. Students and our guests from a different part of our region are ready to take part in various competitions. Дәстүр бойынша бұрын Наурыз мейрамын бүкіл ауыл ел болып, әсіресе жастар жағы түгелдей таң шапағын қарсы алудан, тазаланған арықтарға су жіберуден, ағаш отырғызып, гүл егу рәсімінен бастайтын. Бүгінде сонау көктемнің шуақты күнінде Назарбаев зияткерлік мектебінің ұжымы да жанұя талын отырғыз акциясын ұйымдастырып, оқушылар өздерінің ата-аналарымен бірге түрлі ағаштарды отырғызуда. Тілектер қабыл болатын күн, бізбен бірген сала күнде тұртамыз ана, шаттық сыйлайтын күн баршаға. Атадан мал қалғанша тал қалсын дегендей, көгалдандыру жұмысына бір адамдай болып қатысып жатырық. Баламыз екеуміз бір тал ектік. Құда қаласа осы талдың көлеңкесінде балдарымыз ойнап күліп, жалғасын тауып, осының жемісін жесін, көлеңкесінде жүрсін ойнап, бақытты бол. Мектепке осы оқушыларға, ұжымға тілейтінім әрдайым ақ мол болсын, мереке құтты болсын, жақсылыққа жете берсін, мерекелері құтты болсын. Байлығын берекен, көңілін көлекен, құт
благословения. Пусть все будет хорошо, в изобилии. Все плохое уйдет, а удача нас не покидает. Мы от чистого сердца желаем каждой семье единства, согласия и счастья. May the new year only bring good luck. A school of future, Nazarbayev Intellectual School, will be worthy place for formation of a great future generation. Мереке құтты болсын, құрметті қонақтар. Жаңару мен жасару мерекесі сіздерге бақ береке, ырыс ынтымақ алып келсін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, көркейе берейік.